Достар, менің қасымда қандай автокөлік? Шіркін харизма ғой. Audi отбасылық автокөлік. Балаларыңды мектепке апарып алып келгенге, не болмаса қасыңдағы қызыңмен медеуге барып келгенге жақсы. Алайда өзің жалғыз қалған кезде автокөлік оны сезеді. Ішіндегі газды басқың келіп тұрады. Тіпті өз-өзіңе ұқсамай кетесің. Бәйгедегі аттар сияқты алға ұмтылып тұрасың. Әрине, бұл неміс қой. Негізінде неміс автокөліктерінің шығарылымдары басқа елдің автокөліктерімен салыстырсақ топ 1-ге кіреді. Ал бұл Audi RS6 7-ші буыннан кейінгі 8-ші жаңа буыны. Конкуренттері BMW M5 Competition және де Mercedes E63. Бұл RS трекқа да, драгқа да дайындалып шығарылған универсалды нағыз жыртқыш көлік. Енді капотасын көрейік. 4 литрлі V8 600 аттың күшін береді. Жігіттер, 100 шақырымға 3,6 секундында жетеді. Ал енді дауысын естейікші. Сыртқы дизайнына келетін болсақ, мен өзім тюнинг көлік деп ойлап қалдым. Алайда заводтан осындай обвестермен шығарылған екен. Бұл RS-ің шанағы шынымен де керемет. Түсінің өзі бөлек қой. Басқа неміс автокөліктермен салыстырғанда бұл Audi өте сенімдірек. Универсал жүк салғышының өзі 560 литр. Өте кең, ыңғайлы автокөлік. Интерьері сол баяғы Audi кластастармен бірдей. Карбон, қымбат былғары материалдар әдемі көрінеді. Өз басым 10-нан 10 деген баға қойдым, маған қатты ұнады. Жігіттер, автокөлікке 90% ерекшелікті беретін, ол мына тұрған дискілер. Көлік пайда болмас бұрын, инженерлер ең алдымен дисктер шығарған сияқты, әрине де әзіл. Мына тұрған дискке қараңыздаршы. Спорттық суппорттар. Керамикалық тежегіш 18 дюймді дискілер шынымен де көздің жауын алады. Қазақстандағы бағасы 105 миллион теңгеден басталады. Қысқаша айтқанда, драйв пен эмоция сыйлайтын автокөлік керек болса, RS6-ны сатып ал. Бірақ та есіңде болсын, бұл автокөлікті асырау үшін қалтаң біраз ауыр болу керек.